Қайырлы күн, құрметті студенттер. Бүгін халық ауыз әдебиеті пәнінен тәжірибелік сабағымыз ертегіден тыс аңыздық прозалар. Бұл туралы өткен сабағымызда дәрісімізде жан-жақты қарастырдық. Ертегіден тыс аңыздық проза деп арнайы зерттеп қарастырған академик Сейіт Қасқабасов. Сейіт Қасқабасовтың халық прозасы еңбегін біз конспектіледік, сол бойынша дайындалып та келдік. Бұл ертегіден тыс аңыздық проза дегеніміз не? Не себептен оны ертегіден тыс деп бөліп алды? Кім жауап береді? Аңыз туралы, аңыз туралы түсінік. Жалпы аңыз дегеніміз, аңыздар бір қазақ халқының шындық шығармаларынан, яғни ауыздан ауызға тарап шыққан болатын. Ол бізде халықтың, яғни қазақ халқында болған белгілі, мысалы, тұлғаларға, тарихи оқиғаларға байланысты болып келеді. Олардың істеген ізгі істері, бізге жасаған жақсылықтары, солардың бәрін ұрпақтан ұрпаққа жеткізу үшін осы аңыздар арқылы айтылған болатын. Дұрыс, жақсы. Алып қосарларыңыз бар ма тағы да? Аңыз туралы түсінік. Жоқ па? Аңыз туралы өте жақсы мәлімет беріп өтті. Біз енді аңыз туралы түсінікті қалыптастырдық. Енді осы аңыздардың жиналуы және зерттелуі. Қай жерде қандай жақсы аңыздар жиналды? Қандай ғалымдарымыз зерттеді? Қанекей? Жалпы қазақ аңыздарын бізде Шоқан Уәлиханов пен Потанин зерттеген болатын. Олардың зерттеуі бізде 19 ғасырдан басталған болатын. Шоқан Уәлиханов ең алғашқы бізде Қожа Насыр мен Асан Қайғы туралы мәліметтерді жинақтап, оларды бізге даналық ретінде жазып берген болатын. Ал Потанин болса, көшпелілер философиясын зерттеймін деп қарастырған болатын. Жақсы. Осы аңыздарды тағы да жинаушы Әлкей Марғұлан болды. Әлкей Марғұлан көптеген қазақтың түкпір-түкпірінен аңыздардың барлығын жинап, біздегі Алматыдағы Әдебиет және өнер институтының сирек қолжазбалар қорында тапсырған болатын. Сол жерде көптеген аңыздар бар. Кейінгі кезде бізде бабалар сөзінің 100 томдығы деген 100 томдық бар ғой. Сонда осы Қазақстандағы бүкіл қала аңыздары, дала аңыздарының барлығы сол жерде жарияланған. Оны Казнеп сайтынан өздеріңіз тауып оқыдыңыздар. Келесі сұрақ енді осы халық ауыз әдебиетінің басқа жанрларының түрлері бар, сол сияқты аңыздың да өзінің түрлері бар. Кім біледі, Қанекей? Жақсы. Жалпы біз жаңа ғана аңыз туралы түсінікті қалыптастырдық. Және осы аңызды біз негізгі 4 түрге бөле аламыз. Олар топонимикалық аңыздар, махаббат хикаялары, батырлар жырлары және тарихи аңыздар. Топонимикалық аңыздар дегеніміз бұл жерде ел мен жердің атауларына байланысты болып келеді. Яғни ол жердің қалай аталғаны, неліктен солай аталғаны туралы кейіпкерлердің кейде қатысымен аңыздарды айтамыз. Мәселен, жұмбақтас. Жұмбақтас бізде оның атауы бір қыз кезінде жаудан қашып тауының басына тығыламын деп сол жерден ажал құшқан екен. Сол себепті бізде бұл жұмбақтас деп аталған деседі. Келесі бізде бұл махаббат хикаялары, барлығымыз білетін. Ол жерде үлкен бір ұлы махаббат көрсетіледі. Екі ғашықтың бір-бірін сүюі және олардың сол махаббат жолындағы ажал кешуі немесе махаббаттарының баянды болмауы сияқты жағдайлар көрсетіледі. Оған мысал ретінде біз Қозы Көрпеш пен Баян сұлуды ала аламыз. Ол жерде Қозы Көрпеш пен Баян сұлудың махаббаттары көрсетіледі және бір-біріне деген сезімдері айтылады, бірақ олар соңында бәрібір бірге бола алмай, махаббаттары баянды болмайды деген секілді. Келесі бізде батырлар жыры. Батырлар аңызы, яғни ол жерде батырлардың жасаған ерліктері, жауда олардың жеңіп шыққаны немесе жеңілгені, жауда ажал құшқандары туралы айтылады. Оған Қобыланды батыр жырын алуымызға болады, Алпамыс батыр жырын алуымызға болады. Одан кейін тарихи аңыздар. Тарихи аңыздар батырлар жырына ұқсас. Ол жерде қандай да бір батырдың ерлігі көрсетілуі мүмкін, немесе мысалы Аңырақай шайқасы сияқты шайқастардың болуы туралы айтылуы мүмкін. Дұрыс, өте дұрыс, тамаша. Жақсы, бұл туралы түсіндік. Енді сіздер білесіздер, оқыдыңыздар қала аңыздары және дала аңыздары деген түсінік бар, және біздің ғалымдар екіге бөліп кетті. Қала аңыздары, дала аңыздары деп. Бұл туралы кім айтады, кім қарастырады? Жақсы. Осы негізі қала аңыздары мен дала аңыздарының негізі бірнеше өзінің ерекшеліктері бар, айырмашылықтары бар. Осы қала аңыздарында негізі енді бірінші келетін осы айырмашылық ол заман уақытта пайда болуы негізі.
Бірінші осы қала аңыздары, осы аты айтып тұрғандай қалалық жерлерде пайда болған аңыздар. Қала аңыздарындағы оқиғалар негізі көбінесе осы әртүрлі мекемелерде, мектеп, немесе аурухана және көп қабатты үйлер сияқты мекемелерде өрбиді негізі. Ал дана аңызы ол ауылды мекендерде, табиғат аясында, немесе осы дала кеңістігінде осы айтылады көбінесе. Осы дала аңыздарында негізі көбінесе ауыл өмірі және де көшпелік мәдениет көрсетіліп тұрады. Осы негізі ендігі айта кетсем, қала аңыздары осы шыққан тақырыбына байланысты айырмашылығы, ең басты айырмашылығы ол бізде қала аңыздарында қорқыныш пен сенсация тудыратын мистикалық немесе осы мистикалық немесе жұмбақ оқиғаларды зерттейді осы жерде, көрсетіледі бізде. Ал дана аңыздарында бізде қазір Дала аңыздары, Асардайғы, батырлар жырлары, батырлар туралы аңыздар, киелі жерлер туралы, билер туралы көрсетіліп тұрады осы жерде. Жақсы. Қала аңыздарына тағы да қосып отырайын, қала аңыздары. Мысалы, біздің түсінігімізде бар, мысалы, Әл-Фарабиді, Ахмет Яссауиді оқыған кезде олар отырарда, сайранда өмір сүрді дейміз, Ал қазір біздің қолданысымызда отырар, сайран деген қалалар жоқ қой. Ол қалалар жойылып кетті. Бірақ олардың тарихы сақталды. Археологияда тарихшы ғалымдар қарайды. Сол себептен де отырар, сайран сияқты, Түркістан сияқты ескі қалалардың туралы аңыздар шықты. Немесе тіпті әрбір қарағанда екі бас тұз деген қала бар, Екі бас тұз деген қала қандай аңыздан құралды? Яғни ол жерде бір қария келе жатып қойын іздеп жүреді. Бізде енді көшпелі халық мал шаруашылығымен айналысады. Сол кезде тұз ауыр болып кеткеннен кейін тұзды бірінің үстіне бірін қойып, ана жерден өзінің ары қарай қойын іздеп кеткен екен. Қойын тауып алғаннан кейін енді тұзды қайтып келіп алайын десе, тұзды таба алмайды. Алдынан қарсысынан шыққан кісілердің барлығына не іздеп жүрсіз, қойыңыз алдыңызда ғой деп сұраған кезде, мен жаңа осы жерге екі бас тұзды қалтырып кетіп едім, соны таба алмай жүрмін дейді. Міне екі бас тұз қаласына байланысты осындай аңыз туған. Сонда біздің түсінігімізде әрбір қалаға байланысты туған аңыздарды біз қала аңыздары дейміз. Жақсы, өте тамаша. Енді экранға назар аударайық. Ертегілерден тыс прозалық жанрлар бұл ертегінің фантастикалық мазмұнынан алшақ, көбінесе шынайы өмірдегі оқиғалар мен адамдарды сипаттайтын әдеби жанрлар. Енді прозалық жанрлардың ертегілерден бөлек түрлі формаларына бөлінеді. Солардың негізгі түрлеріне тоқталып өте кететін болсақ, бірінші ол бізде повесть. Көлемі бойынша ұзақтау, бірақ роман қысқа болып келетін жанр. Повесте оқиғалар бір қалыпты дамып отырады. Ал әңгімеде бізде бұл қысқа прозалық жанр. Әңгімеде бір ғана негізгі оқиға баяндалады және кейіпкерлер саны да көп емес. Роман ауқымды көлемдегі жанр. Онда кейіпкерлер саны да, оқиға желісі де көп болуы мүмкін. Роман жанры арқылы автор әлеуметтік, тарихи, философиялық тақырыптарды кеңінен аша алады. Новелла әңгімеге ұқсас жанр. Бірақ новеллаларда көбінесе күтпеген оқиғалар немесе драмалық сәттері болады. Және де новелланың аяғында көбінесе осы бір сабақ алуға терең мағына беретін құрылымдар жазылады. Және келесі бұл бізде эссе, бұл автордың жеке пікірлері және көзқарастарын бейнелейтін шағын прозалық жанр болып саналады. Эссе формасы еркін және онда нақты жүйесі болып келеді. Ал ақын жазушылар бұнда өзінің сезімдерін, ойларын ашық жеткізе алады. Очерк, яғни бұл нақты адамдар немесе оқиға құбылыстары туралы сипатталады. Очеркта негізгі белгілі бір фактілерге, яғни мәліметтер беріледі. Көбінесе шынайы өмірде болған оқиғалар сипатталады. Келесі бұл бізде мемуарлар, яғни бұл авторлардың өміріндегі маңызды болған оқиғалар сипатталады. Және мемуарларда өмірде болған оқиғалар, кездесулер, әртүрлі әсерлер туралы әңгімеленеді.
Фельтон бұл яғни сатиралық сипаттағы жанр, онда белгілі бір оқиғалар немесе қоғамдағы құбылыстар, сатира немесе юмор арқылы жеткізіледі. Яғни фельтонның басты мақсаты бұл қоғамдағы кемшіліктерді, яғни адамдардың оғаш мінездерін сынау болып табылады. Келесі бұл басня, бұл яғни қысқаша көбінесе мысалдар арқылы оқиғаға сипатталады. Басняның басты мақсаты моральдық немесе тәрбиелік жанр болып табылады. Енді сабақты қорытындылайтын болсақ, прозалық жанрлар түрлі формалар мен стильдер арқылы адамның әртүрлі өмірдің әртүрлі қырларын бейнелеп оқырмандарға қоғамдағы адамдық құндылықтарды және жеке тұлғаның ішкі әлемін тереңірек түсінуге мүмкіндік береді. Әңгіме, повесть, роман, новелла сияқты жанрлар бұл ақындардың, яғни суреттердің, кейіпкерлердің мінезін ашса, эссе мен мемуарлар автордың жеке ой пікірлері мен немесе естеліктерін жеткізеді. Сонымен қатар бізде фельтон мен басня сияқты жанрлар қоғамдағы кемшіліктерді сынға ала отырып, тәрбиелік мағына береді. Осылай әр жанрдың өз мақсатына сай адам болмысының белгілі бір қырын ашады. Бүгін тәжірибелік сабаққа өте жақсы дайындалып келіпсіздер, барлықтарыңыз толық меңгердіңіздер. Келесі сабақта осы қала аңыздарына, дала аңыздарына байланысты аңыздарды жинап келеміз. Ел естімеген, ел білмеген. Қала аңызынан 15, дала аңызынан 15. Әрбіреуіміз бір-біріміздікін қайталамаймыз. Жақсы, сау болыңыздар.